Hi everyone, welcome back to оңай ағылшын. Бүгін біз екі маңызды шақты салыстырамыз. Present simple және present continuous. Сабақтың соңына дейін әр шақты қашан және қалай қолдану керек екенін, сосын олардың айырмашылықтарын білетін боласыздар. Let's get started. Present simple. I drink tea every day. Мен күнде шай ішемін. Present continuous. I am drinking tea now. Мен қазір шай ішіп отырмын. Осы аударғаннан-ақ екеуінің айырмашылығын байқауға болады. Сабақтың соңына дейін тағы толықтай түсіндіретін боламын. Енді әр шаққа жеке тоқталайын. Present simple қай кезде қолданылады? Habits and routines. Әдеттер мен күн тәртібі туралы айтқанда. Мысалы, I drink coffee every morning. Мен күнде таңертең кофе ішемін. Бұл әрекет күнде қайталанады. Facts and general truths. Фактілер мен жалпы шындықтар. Мысалы, the sun rises in the east. Күн шығыстан шығады. Бұл факт және өзгермейді. Permanent situations. Тұрақты жағдайлар. We live in Kazakhstan. Біз Қазақстанда тұрамыз. Біздің Қазақстанда тұруымыз тұрақты. Ал present continuous қашан қолданылады? Actions happening now. Дәл қазір болып жатқан әрекет. Мысалы, I am teaching tenses now. Мен қазір шақтарды үйретіп жатырмын. What are you doing? Ал сіздер не істеп жатырсыздар? Temporary situations. Уақытша жағдайлар. Жаңағы present simpleде тұрақты жағдайға we live in Kazakhstan деген мысал келтірдім. Ал бұл шақта керісінше уақытша жағдай болғанда қолданылады. Мысалы, we are living in America. Біз Америкада тұрып жатырмыз. Бұл уақытша жағдай. Негізінде біз Қазақстанда тұрамыз. 1-2 айдан кейін Қазақстанға кетеміз. Future plans. Келешектегі жоспарлар. We are moving to a new flat tomorrow. Біз ертең жаңа пәтерге көшейін деп жатырмыз. Біз дәл қазір көшіп жатқан жоқпыз. Ертең көшеміз деп жоспарлап, жүгімізді дайындап қойдық. Tomorrow ертең деп аударылады. Айырмашылықтары қандай? Present simple, repeated or permanent actions. Қайталанатын немесе тұрақты әрекеттерге ғана қолданылады. Мысалы, I ride a horse at the weekend. Мен демалыс күндері ат шабамын. Бұл әр демалыста қайталанатын әрекет. Сол үшін present simple болады. Weekend, week және end сөздерінен құралған аптаның соңы дегенді білдіреді. Яғни демалыс күндер сенбі мен жексенбі. Present continuous, ongoing or temporary actions. Жалғасқан немесе уақытша әрекеттер. Мысалы, Today is Saturday. I'm riding a horse now. Бүгін сенбі. Мен қазір ат шауып жүрмін. Бұл қазір болып жатқан, жалғасып жатқан әрекет. How to form each sentence. Бұл шақтар қалай құрылады? Present simple. Шағында subject plus base verb. Base verb дегеніміз негізгі етістіктер. Ал үшінші шақта he, she, it есімдіктерінің етістіктеріне s немесе es жалғанады. Ал I, we, you, they есімдіктерінің етістіктерін ештеңе қоспай солай қолданамыз. Мысалы, I go to the mountains. Мен тауға барамын. Ал he, she, it есімдіктерінің етістіктеріне s немесе es жалғаймыз. Мысалы, he goes to the mountains. Ол тауға барады. Егер етістік ss,
H, CH, O, X әріптеріне аяқталса, ES жалғанады. Go, O әрпіне аяқталғандықтан ES жалғанады. Ал қалған барлық етістіктерге үшінші жақта S жалғаймыз. Present continuous. Subject plus am is are plus verb ing. Яғни бастауыш, одан кейін am is are етістіктерін, одан кейін етістікке ing жалғау арқылы қолданамыз. Ал am is are қандай есімдіктермен қолданылады? I am, he, she, it is, we, you, they are. Мысалдар. I'm going to the mountains. Мен тауға бара жатырмын. They are going to the mountains. Олар тауға бара жатыр. Осы формула арқылы present continuous шағын құрай аламыз. Common time expressions. Шақтың қай шақ екенін анықтау үшін осы уақытты білдіретін сөздер арқылы оңай ажыратуға болады. Present simple шағында қолданылатын уақыт сөздері always, әрқашан, всегда, usually, әдетте, обычно, sometimes, кейде, иногда, often, жиі, часто, every day, күнде, каждый день, on Mondays, дүйсенбі күндері, по понедельникам, дүйсенбінің орнына басқа апта күндерін қоюға болады. Ал present continuous шағында қолданылатын уақыт сөздері now, қазір, today, бүгін, this week, осы аптада, right now, дәл қазір. Ал енді білімімізді тексеріп, кішігірім жаттығу жасап көрейік. Жақшадағы етістіктерді дұрыс формада жазу керек. Turn off the TV. Nobody. Теледидарды өшір. Ешкім қарап жатқан жоқ. Бұл қай шақ деп ойлайсыздар? Әрине, дұрыс. Present continuous. Turn off the TV. Nobody is watching. Теледидарды өшір. Ешкім қарап жатқан жоқ. Естеріңізде болсын, nobody, somebody, everyone, everybody жекеше сөздер. Сол үшін are емес is қолданылады. Nobody is. Nobody өзі болымсыз мағына болғандықтан сөйлем болымды болады. Nobody isn't watching деген қате болады. Келесі сөйлем It rained a lot in autumn. Күзде жаңбыр көп жауады. It rains a lot in autumn. Дұрыс, бұл present simple. Себебі бұл факт, әрі қайталанатын жағдай. We meet our friends next Sunday. Біз достарымызбен келесі жексенбіде кездесеміз. Иә, бұл келешектегі жоспар үшін present continuous шағын қолданамыз. We are meeting our friends next Sunday. Ал мына қателер көп кездеседі. Сондықтан қайталамауға тырысайық. Common mistakes to avoid. Mixing up the two tenses. Екі шақты араластыру. I am live in Астана емес, I live in Астана дұрыс болады. Am, live екеуі қатар келе алмайды. Немесе басқа етістіктермен қатар қоя алмаймыз. Мысалы, I am go, I am eat деп айта алмаймыз. Forgetting ing in present continuous. Present continuous шағында етістікке ing жалғауды ұмытып кету. Мысалы, she is drink water емес, she is drinking water дұрыс болады. Сонымен сіздер present simple мен present continuous шақтарының айырмашылығын білесіздер. Осы шақтарды күнделікті қолданып, практика жасаңыздар. Сөйлемдеріңізбен комментарийде бөлісіңіздер. Келесі сабақта кездескенше. Бай-бай!